оқушылар, мен Олен дүниелік орта мектебінен жалпы саны пәні мұғалімі Жакопова Роза Зейдинованамын. Бүгін 6-шы сыныпта жалпы саны сабағы, пәннен сабағы, сабақтың тақырыбы материктер мен мұхиттар. Материктер мен мұхиттардың физикалық, географиялық аймақтарының табиғат ерекшеліктерін жайлы білеміз. Оқу мақсаттары жоспар бойынша материктер мен олардың физикалық, географиялық аймақтарының табиғат ерекшеліктерін анықтау. Жоспар бойынша мұхиттар табиғатының ерекшеліктерін анықтау. Біз болсын алар бағамыз, білімнен бақыт табамыз. Қадірін танып білуге, жер шарын шарлап барамыз. Ортада қаламсап деген стратегиясы болса. Жердің дәл үлгісі. Жердің дәл үлгісі не? Жердің дәл үлгісі. Глобус. Келесі географиялық ендік және бойлық. Географиялық ендік және бойлық. Географиялық ендік және бойлық. Дұрыстап айтамыз. Ендік координаты дұрыс. Келесі. Оқимыз, келесі. Тақырыпты оқимыз. Келесі. Экватор. Дұрыс. Солтүстік полюс пен оңтүстік полюсті қосатын сызықтар. Меридиан. Дұрыстап айтамыз. Меридиан. Дұрыс. Жарық пен жылу шығаратын дене. Күн. Жақсы. Бүгінгі балалар мінекей жаңа сабағымыз басталасы болуы дүние бөліктері. Материк дегеніміз не балалар? Материк дегеніміз жағы мұхиттар қоршаған жатқан ірі көлемді құрлықтар. Бүкіл дүние жүзінде 6 құрлық бар екен. Олар ең бірінші орын алатын Евразия материгі. Екінші аудан бойынша орын алатын Африка. Үшінші орында Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Антарктида 5-ші, 6-шы материк Австралия. Ең айтқым келеді, ең. Енді ойлы-теңіз, ең төмен ойыстың бірі ойлы-теңіз. Ең үлкен түбек Евразияда Арабия түбегі. Черапунжи деген жерінде Үндістанда ең ылғалды жердің бірі. Ең терең көл Байкал көлі. Мұхит дегеніміз не балалар? Мұхит дегеніміз гидросфераның негізгі бөлігі. Мұхит дүниежүзілік мұхит. Океанус, мұхит, жерді қоршаған жатқан ұлы өзен. Сонымен бүкіл дүние жүзінде 4 мұхит бар екен. Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты, Солтүстік мұхит. Жақсы, мен қазір картадан көрсетейін сіздерге балалар. Тынық мұхиты, ең бүкіл жердің шарын алып отыр, жарты жерден 4 бөлігін алып отыр. Атлант мұхиты, 2-ші орында, 3-ші орында Атлант бойынша Үнді мұхиты, 4-ші Солтүстік мұхит. Жақсы балалар, бұғаз, теңіздер. Мұхит суының қасиеттері бар екен. Ол тұздылық пен жаңа температурасы. Тазалықпен жұмыс дейік. 14-ші параграфты ашамыз. 14-ші параграф оқиық кәлінгі. 14-ші параграфты. Оқимыз, оқыламыз, кәне оқиық. Оқылай білбесіміз. Өткені кәліке тақырыбымызды оқыды. Осыны енді жеттік балар. Алдарымызда мінекей кесте, ең кестесін толтыру. Алдарымызда кесте берілді. Алып отырамыз. Ең суық материк. Толтыра береміз. Толтырамыз. Кесте толтырайық. Әрі өз ойымен. Ең суық материк. Антарктида. Сұрақтарға жауап береміз. Ең ылғалды құрлық. Ең ыстық материк. Ең суық материк. Оқы. Ең суық материк Антарктида. Антарктида. Ең ылғалды. Ең ылғалды құрлық Оңтүстік Америка. Жақсы. Ең ыстық материк Африка. Ең кіші құрлық Австралия. Жазылтам, қағырай. Адамдардың ең көп тұратын құрлық Еуразия. Ең аласа материк Австралия.
Адамдардың мүлдем қоныстанбаған материк. Антарктида. Жақсы. Келесі тапсырма сәйкестігін тап. Сәйкестендіреміз. Келесі тапсырма. Алдарыңызда. Тапсырмалар бар. Сәйкестендіреміз. Мысалы, дүниежүзінде ең терең көл. Сәйкестендіреміз. Қаламен. Ең терең көл. Сәйкестендіреміз. Терең көл. Gülüm cevap verelim. Gülüm cevap ver. Dünya yüzünde bakalım. Bakayım. Dünya yüzünde bakayım. Dünya yüzündегі ең терең көл. Байқал көлі. Baykal koyalım. Dürüst. Dünya yüzündегі ең терең мұхит. Тынық мұхит. Ең ұзын өзен. Ніл өзені. Жақсы. Ара Ерасыл. Тұрамыз. Ерасыл тұрамыз. Ең суы мол Амазонка. Ең суы мол өзен Амазонка. Ең кіші мұхит солтүстік мұзды мұхит. Жақсы. Ең жылы мұхит Тынық мұхиты. Көлемі жөнінен ең үлкен көл Каспий. Жақсы. Картамен жұмыс. Алдарында тематикалық карта бар. Картаны толтырамыз. Мысалы құрлықтар, мысалы Сахара шөлі. Қай материкте орналасқан Сахара шөлі, қай материкте? Әркім өзі белгілейді. Белгілейміз. Келесі. Айсберг. Ең суық мұз қайда? Белгілейміз. Кәнекей. Сонымен Сахара шөлі. Африка. Оқимыз кәне. Сахара шөлі Африкада орналасқан. Келесі. Айсберг. Антарктидада орналасқан. Қазақстан. Евразия материгінде. Келесі. Жансұлтан. Канада. Елі қай материкте орналасқан? Солтүстік Америка. Ант таулары. Кім айтады? Оңтүстік Америка. Оңтүстік Америкада. Канберра, Австралия. Австралияның астанасы. Астанасы. Австралияның астанасы. Дұрыс па? Дұрыс белгілерді қараймыз. Жақсы. Сөздер банкі балдар, қараңыздар. Бізге қатысты тақырып, біздің тақырып бойынша бүгін қандай сөздер айтылмады? Осы біздің тақырып банкіне саламыз, Мысалы, мұхит. Қатысты ма біздің тақырыпқа? Мұхит, келесі табиғат. Толқын. Саламыз, осыдан біздің тақырып банкіне. Шығанақ. Саламыз, бұғаз. Саламыз, материк. Климат. Тақырыптарды айтқан жоқпыз, атмосфера. Салмаймыз, Кері барамыз кәнекей. Көрмекші деген әдісі бойынша. Сонымен мен не бүгін сабақта білдім? Мен не білдім сабақта? Алты материк бар екен. Сұрап отыр. Келесі, тағы не білдің? Ерасыл, сен не білдің бүгін? Дүниесінде не бар екен? Төрт мұхит. Дүниежүзінде 4 мұхит Бар екен. Келесі. Не білді Ерасыл? Келесі. Сақтаңыз. Біз Евразия материгі. Қалатам. Дұрыс. Не білдік? Не білдік? Тынық мұхиты ең үлкен мұхит екен. Ең үлкен мұхит екен аудан жөнінен, Ең терең көл екен. Байқал көлі екен, білдік. Ал не білгім келді? Бүгін не білгім келді? Қандай материк пайда болады? Болашақта қандай материк пайда болады? Келесі. Не білгім келді?
не қанша Қанша? халық тұратын, не? Қанша халық тұратын? Bir gün. Bir gün келді. Келесі, Ерасыл. Afrikada қандай жануарлар бар екен? Бар екен, аха. Тағы не бір күн келді? Еуразияға бардым. Еуразия материгінде Еуразияны барып көрдім. Еуразия материк көргім келді. Иә. Жақсы. Жақсы. Ал бүгін балалар бір-бірімізді бағалайық, кәнекей. Тоқтасып, бір-бірімізді бағалайық. Көздеріңіз жазыңдар. Қош келіп парталас, кәнекей. Бір-біріне бағалаймыз, кәнекей. Жарайсың деген сөзбен, кәнекей. Мына сөздермен бақын. Мен сабақта сен жұмысына ризамын. Сен жақсырақ жұмыс істей алар едің. Бір-біріне қош келіп парталас, кәнекей. Жазамын. Таңсұлтан жазады. Ерасылға, Ерасыл жазады. Күлімге, күлім жазады. Жарайсың, Мереке жарайсың. Келесі. Расылтан. Кімге жаздың? Ерасыл. Жарайсың. Ерасыл кімге? Расылтан. Жарайсың дейді. Так, Ерасыл кімге жаздың? Мереке. Мереке. Мен саған сабақта риза болдым. Риза болды сұрағына. Жауап бергеніне. Ал Мереке. Мен Ерасылдың жұмысына ризамын. Риза болды кәдімгідей. Ерасылдың жұмысына риза болды. Жақсы болды. Сонымен мен де сабақтарымды аяқтай отырып, өте жақсы болды сабаққа қаттыңдар. Жақсы баға алдыңдар, бәріне бесік қоямын деп ойлаймын. Жақсы баға алдыңдар, жауап бердіңдер сабақты, өте жақсы. Осымен сабақ аяқталды.